Шапқыншылыққа қарсы азаттық күрес. Қарағұм мен Ордабасындағы құрылтайлар азаттық күрестің көрнекті қайраткерлері. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыпта сіздер қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресі кезіндегі жасақтарына қолбасшылар, батырлар туралы боласыздар. 17 ғасырдың соңы, 18 ғасырдың басын бөлігін жаулап, Сарысу өзен алқабына дейін жетті. 1710 жылы қазақ жүздерінің белгілі өкілдері Қарағұм маңында бас қосып жоңғарларға қарсы біріккен халық жасағы құрылып, жоңғар әскері шығысқа қарай ығыстырылды. 1711 жылы Қабанбай батыр және қазақ батырлары тізе қосып жауға тойтарыс берді. 1718 жылы Аягөз өзені бойында Қаракерей Қабанбай мен Жауғашар Шақантай батырлардың басшылығымен жаудың қолын талқандаған жеңіс те қазақ елінің ауыр жағдайын жақсарта алмады. 1725 жылы шабуылын үдеткен жоңғарлар Түркістан мен Ташкентті басып алды. Қазақ жерінің ұзақ жылдар бойы жоңғар қолында қалып қою қауіп төнді. Осындай жағдайда халық арасынан шыққан батырлар туған өлкені азат етуге шақырған жалынды үндеу тастады. Жан жаққа алып қашқан рулардың басын біріктіріп, жоңғарларға қарсы бір тұтас әскер ұйымдастыруда, әсіресе Қанжығалы Бөгенбай батыр ерекше көзге түсті. Қазақтың 300 жасақтарының басқыншыларға қарсы тізе қосып біріккен қимылдары 1726 жылы басталды. Осы кезге дейін жауға тиіп қашып қарсылық көрсетіп келген қазақ жасақтары енді тізе қосып қимылдауға кірісті. 1726 жылы Торғай даласында Сарысудың орта ағысы алқабында Бұланты өзенінің жағасында біріккен қазақ жасағы жоңғарларға ойсырата соққы берді. Қарасиыр деген жерде болған қанды шайқас қазақ, қырғыз және басқа халықтардың 60 мыңдық қолының толық жеңісімен аяқталды. Қалмақ қолдары тас талқан болған сол жер кейіннен Қалмақ қырылған деп аталып кетті. Бұл жеңістің қазақ халқының рухын көтеруде орасан зор маңызы болды. Ендігі мақсат толық қалпына келтіру еді. Қазақ билеушілеріне қарсы соғысқа қолбасшылығы жасау қайырға жүктелді. Қазақстанның оңтүстігіндегі Ордабасы тауының етегіне барлық қазақ жасақтары жиналды. Осы жер жау қолындағы Жетісуды азат етуге аттануға жақын еді. Сонымен қатар Алатау мен Қаратау сілемдерімен қоршалған, ал шығысқа қарай ашық дала болып келетін бұл жер қалың қолды құпия шоғырландыруға мүмкіндік беретін еді. Қазақ әскерінің одан әрі жылжу бағыттары Боралдай және Қошқар Ата өзендерінің жоғарғы сағасындағы үлкен орда қонған, кіші орда қонған Әбілқайыр сайы деген жер аттарынан да байқалады. Тарихта Аңырақай шайқасы деп аталып кеткен бұл тарихи оқиға қазақ халқының шеттен келген басқыншыларға қарсы күресінде ерекше орын алады. Қазақ әскерінің тегеуріне шыдамаған жоңғарлар Іле өзенін бойлап еліне қарай шегінеді. Жоңғар шапқыншылығына қарсы күреске қазақтың даңқты батырлары шықты. Елдің қорғаны болған батырлар Қаракерей Қабанбай, Ерасыл жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырушы, ірі шайқастарға 40 жылдай қатысып, ерекше дарындылығы, батырлығы мен аттанған. Қазақ әскерінің қолбасшысы
Сардарбек міндетін атқарған Қанжығалы Бөгенбай жоңғарларға қарсы ұлт азаттық күресін ұйымдастыруда және жеңісті жорықтарда дем беріп, елдің ұйытқысы болып, халықты ауыз бірлікке топтастыруда Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің қызметі рөлі ерекше болды. Бөгенбай батыр 60 жылдан астам жаугершілікте болады. Қазақ жастарының қолбасшысы болған Бөгенбай батыр Абылай таққа отырғаннан кейін мемлекеттік дипломатиялық іске кеңінен араласады. Батыр бастаған елшілер Ресей, Қытай, көрші Қырғыз елімен келіссөздер жүргізген. Шапырашты Наурызбай 20 жасынан бастап шайқастарға қатысқан, түмен басы болып сайланған. 1729 жылдары жоңғарлардың атақты ханы Шамай хан мен Саскелеңді жекпе-жекте жеңіп өлтіреді. Қарасай, Райымбек, Ер Жәнібек, Көкжал, Барақ, Баян, Қойгелді, Айшыбек, Жасыбай, Олжабай, Малайсары батырлар, Гаухар Назым сияқты батыр қыздар жекпе-жекте жер қаптырып қол бастап, атамекенін жау қолынан азат етті. Күресін ұйымдастыруда және жеңісті жорықтарда дем беріп, елдің ұйытқысы болып, халық Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің қызметі ерекше болды. Олар елдің арқа сүйері, ақыл кеңесшісі, қоғам қайраткерлері болды. Жауға қатал, досына мейірімді болуға тәрбиеледі.